Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлт мақсаты рухани жаңғыру деген мақаласында қазақ тілінің латын алфавитіне көшу туралы айтылған. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы осы латын әліпбиі туралы болмақ. Бүгін біздің ғақлия бағдарламасында өзінің ойымен бөлісетін, сұхбаттасатын филология ғылымдарының докторы профессор Жантас Алтайұлы Жақып келіп отыр. Қош келдіңіздер. Рахмет. Ең алғаш қойылатын сұрақ, мынау латын әліпбиіне көшудің маңыздылығы, қажеттілігі неде? Бұл білесіз ғой, бұл арзан дүние емес, көшу деген өте қымбат болады. Сол қажеттілігі туралы айта кетсеңізші. Біріншіден, бұның қажеттілігі қазір ақпараттық қоғам, білім культі деген өте өзекті бүгінгі күнде мәселе бар. Міне, сондықтан да сол ақпараттық қоғамға сіңісті, әрі ақпараттық қоғамда өзіміздің орнымыз болу үшін біз қазіргі кирилл әрпінен латын қарпіне көшуіміз керек. Себебі кирилл қарпінің арнасы тар болып тұр. Екіншіден, біз семиосферада өмір сүреміз. Сондықтан сол семиосфера, қазіргі семиосфера осы және осы ақпарат алмасуға, қарым-қатынас жасауға семиосфералық кеңістік бізге латын қарым пайдалануымызды қажет етеді. Бұл Қазақстан үшін керек. Екіншіден, біз кирилл қарпы мен бірге бізге орыс тілінен енген, орыс тілі арқылы енген сөздер кирилл қарпын қолданудың әсерінен тіліміздің үйлесімін бұзды. Сол бұзылыстарды қалпына келтіру үшін керек. Тіліміздің үйлесімін, жарасымын қалпына келтіру үшін керек. Ал ол жаңағы әр ұлттың өкілінің өзінің тілінде таза, қоспасыз сөйлеуі бұл біздің санамыз үшін керек, қоғамдық санамыз үшін қажет нәрсе. Ол әрине қазір біз күнделікті өмірде оны біле бермейміз. Бірақ бұл уақыт өте келе бізді өзімізге сездірмей, бұны ішкі түйсікпен ғана сезу, өзімізге сездірмей біздің санамызға нұқсан келтіреді. Аға, енді мынау қазір екі түрлі нұсқа ұсынды. Мынау Астана қаласында бір оқушы өзінің тағы бір нұсқасын ұсынды. Ерінбеген адамның бәрін өзі латын туралы сөйлеп жатыр. Енді сізге қайсысы ұнайды осы? Или ұнамай ма? Ұнамайды деп айтқан дұрыс емес. Жалпы бұл жерде мәселе оны біреудің ұнатпауында емес мәселе. Мәселе, тағы да айтамын, ол біздің тілімізде сап күйінде бөтен ықпалдан тазартып, сап күйінде бере алуында. Және кірме сөздерді өз тілімізге бейімдей алуында. Содан кейін әрине қазіргі заманда жаңа ақпараттық қоғам дедік. Бұның біз сол мынау компьютерді қолдана алуымыздың ыңғайлылығы. Бірақ
компьютерді кез келген жағдайда өзіңе икемдеуге болатыны белгілі. Одан кейін келесі бір қарайтынымыз мынау нені дизайн, соңыра оқылуы, сөзімізді дұрыс бере алуы деген мәселе болу керек. Бұл жерде ұнайды, ұнамайды деген әңгімені жалпы айтқан дұрыс емес. Сондықтан олардың ішінде қай нұсқа болсын, тіліміздегі дыбыстарды бергісі келеді ғой. Бірақ сол нұсқалардың бәріне меніңше ортақ кемшілік, бізге жат дыбыстарды тыққыштай беру ғой. Ч, мысалы, соңғы нұсқада Ч, Ф, В деген. Алдыңғы нұсқада Ц болған, оны түсінде алып тастады. Ч'ні, мысалы, Т мен Ш арқылы беруге болады. В-ны У кейбір тұстарда Б дыбыстарымен беруге болады. В-ны. Егер орысша жазып жатсақ, ол орыстың әрпімен ақ береміз ғой. Ағам, бірақ біздің саф қазақ тілінде Ф, Ч деген әріптер жоқ қой. Мысалы, чиновник деген орысша сөзді қазақта шенеунік деп аударған. Неге осы мүлдем қолданыстан алып тастап, Ч-ні Ш мен Т-ның қосымшасы емес, мүлдем алып тастап, сол қазақ тіліне икемдеп алуға болмас па еді? Болады. Сондай жаңағы айтып отырғаным нелерде, нұсқаларда сол кемшілік бар. Содан кейін, мынау екінші нұсқада не бар? Дәйекше апостроф. Ол әрбір дыбыстан кейін қойып жазып көрдік біз. Ол іркес-тіркес болып, арасы ашылып кетеді екен. Ал енді диграф қолдансақ, сөзіміз ұзарып кетеді. Қазіргі кезеңде, мынау ақпарат ағыны кезеңінде тіпті мәтіннің компрессиясы деген бар. Мәтіннің өзін сөз түгіл. Мәтіннің өзін ұзындығын қысқарту мәселесі қазір ол үлкен мәселе болып есептеледі. Сондықтан сол апострофтарды барынша азайту керек деп ойлаймын. Және кейінгі нұсқа туралы айтып отырмын. Және сол апострофтардың орнына жаңағы үш дыбыс бөтен жат дыбысты алып тастап, содан үш әріп бос қала ма? Содан кейін тағы Ц, W сияқты таңбалар қолданылмаған екен. Міне, сонда 5 дыбыс, 5 апострофты орнын босатады. Содан кейін дәйекшені мүмкін қоя бермей, Ахмет Байтұрсынұлыша бізде сөз жуан болса жуан, жіңішке болса жіңішке ғой. Сингармонизм заңы бойынша. Сондықтан ол жіңішке мен айтылатын дыбыстарға бір-ақ рет сөз басында бір-ақ рет қойса да жетеді. Дәйекшені. Болмаса біріккен сөздерде, онда кейде сөз ортасынан келуі мүмкін. Мұнан былай қарай жіңішке дегенді білдіретіндей жағдай. Ал сонымен қоса апострофпен жасалған мынау файл интернетте, компьютерде сақталмайды екен. Документтің аты сақталмайды. Сосын, соның оғанда таңба бар екен, аван граф деп аталады. Сондай таңбалармен. Ендігі мәселе әркім нұсқа ұсына беріп қажеті жоқ. Осы тұр ғой, осыны жетілдіру барынша. Осы нұсқаны. Өткен нұсқада бұлай болып еді, енді міне ол нұсқаның орнына мынау деген. Әркім өзі қалай ойлайды, тіпті осы бір 2-3 күнде естірім болғанда көрдім. Біреу, кәріппірі жібердік, үлкен жиналыс ашқан. Қазақ тіліне тән дыбыстар бар, Қ, мына Кириллде Қ, соларды соғалтымен қалдыру керек. Өзгертілмей.
иә? Өзгертпей дейді. Қалғаны латынмен беру керек. Деп, соны үлкен жиналыс ашып, қызық болғанда, сол нұсқаны жіберді. Осыған байланысты кейде мені күлкім келеді. Мысалы, автомобильді бәріміз жүргіземіз, бәріміз қолданамыз, бәріміз мінеміз. Бірақ неге өзіміз жасап алмаймыз? Сол сияқты, тілдері бәріміз қолданамыз, бәріміз сөйлейміз. Бірақ, қазақта, тауық сойшыда қасапшы сойсын деген сөз бар. Дұрыс айтасыз. Сондықтан да, кейде жұрт осы тілшілер, тілтанушылардан көреді барлығысыны. Бірақ олар дегенмен, жаңағы істің мәнісіне көп байыбына бара бермейді. Өзінің көрімі, өзінің деңгейі бойынша әркім әртүрлі талдап, талқылап, таңдай береді. Бірақ, тағы да айтамын, тауық сойшыда қасапшы сойсын деген тілтанушылар істеу керек бұны. Бірақ мен мынандай сұрағым бар. Неміс алфавитін қарайтын болсақ, неміс алфавитінде умляут деген нәрсе бар. Осы сөздің үстіне 2 нүкте қойған кезде, у-дің үстіне 2 нүкте қойса, ю болады. 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 Неміс алфавиті қазақ алфавитіне кішкене жақынырақ келеді. Неміс тілін білемін. Умляутты біздің қазақ тілге енгізгенге. Мен тіл маманы емеспін, бірақ қазақтың алфавитінің табиғатына сәйкес келетін сияқты. Келеді, бірақ мәселе сонда, кейде мен ойлаймын, біз осы латынға емес, ағылшындар қолданатын әріптерге көшіп жатырмыз. Әйтпесе, егер латынға көшетін болсақ, латында ың бар, еннің аяғын сирағы бар, латында бар. Ол бірақ ана компьютерде ненің символдың ішінде. Неде емес. Латын алфавитінде, ағылшын алфавитінде жоқ. Ағылшын алфавитінде жоқ. Сондықтан бізге берілген тапсырма қазір сол ағылшын әліпбиі бойынша. Істе деген соң, жаңа умлауттар, әйтпесе умлауттар оңтайлы болар еді. Анда дойчқа көшіп алып, онда талай апострофың болсайды, жаңағы жіңішке дауыстылардың барлығысына апострофтан көрі не қойса? Умлаут қойса. Сосын, анау тағы мысалы содан кейін жыға йотаны қойыпты, жей дейм ме? Ағылшынша? Оны қойыпты, жей дегенді қойыпты. Ол бізде қысқа иге келеді. Елдің барлығысы оны қысқа идің орнына оқиды. Сондықтан ол қысқа иге тиесілі әріп. Ол дәстүр, кішкене керемет дәстүрде болмаса барлығысында, мысалы басқа түркі халықтарында Әзербайжан бар, өзбектерде бар. Ол қысқа идің орнына жүріп тұр. Сіз бір берген сұхбатыңызда біздің қазақ тілінде бір ғана и бар. Қысқа и деп айтыпсыз. Қысқа и ғана бар. Бізде ұзақ и ешқашан айтылмайды бізде. Дұрыс айтасыз. Енді ана у да солай. иді алып тастап, орнына тек қана бір ғана жаңағы и әріпімен белгілеп кетсекші, оған әрқайсысына жеке-жеке әріп бермей. Жоқ, ұзақ и жоқ қой. Оны жалпы әліпбиден алып тастау керек. Түсініңіз бе? Жалпы әліпбиден алып тастау керек. И жоқ бізде, қазақ тілінде. Ұзақ и бар ғой, кәдімгі үстінде ештеңе. Ол и жоқ бізде. Сондықтан қысқа и ғана жүру керек әліпбидің ішінде. Біз Иван деп айтқанның өзінде алдында ана айтамыз. И, ван. Сонда біреуі, бір тұйық буын бар, бір бүтеу буын бар. Ине дегенде бір тұйық буын, бір ашық буын бар. И. Сосын не.
деген. Сонда екі буыннан тұрады. Мынау біз бұрын латын алфавитімен жазып көргенбіз. Сол алфавитке қайттан сол жазылған бойынша жазып кете берсек, қазіргі табиғатына сәйкес келе ме, келмей ме? Келуі де мүмкін, бірақ оның ішінде кейбір мына компьютерде жоқ таңбалар бар біріншіден. Содан кейін, оның ішінде кириллдер де бар, мысалы, ана беретін жіңішкелік белгісі онда. Дәл сай келмейді. Мынау журналист қауымы осы латын әліпбиіне көшуді бір саяси астар іздейді. Сол саяси астар бар ма сіздің ойыңызша? Сіз саясаткер болмасаңыз да, жалпы тіл маманы ретінде өзіңіздің ойыңыз қандай? Жалпы саясатсыз ештеңе болмайды. Мен білгенім. Қоғамда, мемлекетте өмір сүргеннен кейін, сен саясатқа тиіспесең де, саясат саған тиіседі деген. Бұл жерде саясат біреу ғана. Саясат, қазақтың, Қазақстанның мемлекеті тәуелсіздік алды ғой. Тілі де жан-жаққа жалтақтамайтын тәуелсіз болу керек. Оның ар жағында санаң тәуелсізден, санаң азаттанады, санаң тәуелсізденеді. Түсіндің бе? Әйтпесе қазір біз ақпараттың барлығысын Ресейден аламыз. Дүниеге Ресейдің көзімен қараймыз. Оның барлығы осы Кириллдің арқасында. Дүниеге Ресейдің көзімен қарайтынбыз. Ал латынға көшсек, біз басқа семесфералық кеңістігіміздің аясы кеңейеді, басқаша боламыз. Аға, рахмет сұхбатыңызға. Жақсы.